Алдындағы менің сұрағым, неге Жарма ауданы деп аталады, егер Жарма ауданында ең үлкен өзен Шар өзені болса? Өздеріңіз білесіздер, бұрынғы Шар ауданы тұрғындары қазір Жарма ауданы тұрғындары болып есептеледі. Былайша айтқанда, Шар ауданы неге Шар ауданы деп аталса, барлығы біледі. Өйткені Шар өзені бар. Өйткені Шар өзені үлкен жаңағыдай тіршілік көзі, су көзі, экономикаға үлкен пайдасы тиген, соған байланысты бұрынғы географиялық атауы Шар өзені болған соң, Шар халқы жаңағы осы Шар өзенінің маңайында өмір сүргеннен қай заманнан өздеріңіз білесіздер, Тигр мен Ефрат, Сырдария мен Амудария әртүрлі халықтар, Нил болсын, жаңағыдай Қытайда жаңағы Хуанхэ өзені бар, Индияда Ганг өзені бар, барлығы міне тіршілік көзі су бойын жағасында мекен еткен халықтар. Сол жаңағы сол жерде өзеннің арқасында цивилизациялар, әртүрлі жаңағыдай ауылдар, қалалар пайда болған барлығымыз тарихта мәлім. Соған байланысты Шар ауданы Шар ауданы деп аталған.